видеода сіздерге приложение Faberlicті көрсеткім келеді. Ол приложениеда Play Marketке барып скачать, жүктеп алу керек. Так, Faberlic Қазақстан деп таңдаймыз. Сол кезде мына жерде ең бірінші тұр ақ неде, рамкаде соны жүктеп аламыз. Менде уже ол установлено. Сол үшін открыть дейміз. Осылай приложение бар да. Мына жерге кіргенде личный кабинетті басамыз. Мына жерде стрелка көрсетіліп тұрғандай. Мына жерде өзіңіздің регистрация номеріңізді тересіз. SMS келген. Сосын пароліңізді тересіз. Так, қазір мен кірейін. Вот, өзіңіздің личный кабинетіңізге кірдіңіз. Енді осы жерде не көреміз? Мына жерде 3 сызықтаны басқанда, мына жерде өзіңіздің артынан адам тіркейтін болсаңыз, мына жерде регистрация деп басасыз, мына жерде адамды тіркеуге болады инструкциямен. Содан кейін мына жерде каталоги бар. Мынау қазіргі каталогты осылай үстінен бір рет басқаннан кейін, уже мына жерде осылай керегінді қарауға болады. Да? Одан кейін мына жерде келесі каталог тұрады. Келесі каталогта не бар екен, соның бәрін қарап алуға болады. Сөйтіп, осылай. Так, одан кейін осындай Флоранштың каталогы бар. Флоранш деген біздің Faberlic компаниясына қосылған европейский стандартпенен тігілген французский, по-моему, белье сияқты, нижнее белье. Мына жерде өте качественный белье бар. Тоже оларды заказ беруге болады. С жерден қарап. Так, одан кейін не бар? Так, одан кейін қайтадан басамыз. Мына жерде сіз алдында берген так, серия по сериям көруге болады енді бұнадарды товарды. Мына жерде товары деп қарауға болады да. Например, сізге киім керек болады болса, мода деген жерге басасыз. Мына жерге киім женский, одежда керек па, көйлек керек па, осылай осы жерден қарап, қандай размері бар, мына жерге үстінен басып, мына жерде размерлері шығады. Егер болса, мына жерде купить деп қай размер екенін анықтап жазасыз. Вот, осылай любой затты қарауға болады. Сосын мына жерде отзывтарды тыңдауға болады, қарауға болады. Так, мына жерде қайтадан шығып кетейік. Мужской затты қарауға болады дегендей, әртүрлі үйге керек заттардың бәрі бар. Косметика, уход керек па, продукты керек па. Мына жерде, например, көрсеткім келіп тұр. Гель для душа, пена для ванны, сөйтіп өзіңізге керек заттарды. Мына жерде корзина тұр ғой, соның үстіне плюс деп басасыз, сол сіздің корзинаға түсетін болады. Осылай. Так, содан кейін үстіне басқаннан кейін даже отзывты, мына жерде отзыв жоқ екен, ол новинка болғасын. Сөйтіп мына жерде отзывтарды қарауға болады. Қазір мен сізге здоровьеден көрсетейін. Здоровье, продукты для здоровья. Например, Мастопты бастайық та. Мастопта қазір жүктеліп алсын. Так, мынау новинка тоже Мастоп. Так, қайсыны көрсетсем болады екен. Қазір қарайық, мына жерде бальзамы. Так, складқа түсіпті ғой мынау, секреты Востока. Мына жерде мына отзывы посмотреть все деп басқаннан кейін ішінде отзывтар шығады. Осылай өзіңізге керек заттарды аласыңдар. Теріп алғаннан кейін мына жерде корзина тұр, бір зат тұр, менде соны былай барып, уже дальше корзинаны продолжать етіп, осы приложение арқылы да заказ беруге болады. Так, одан кейін тағы не істейміз? Так, назад барайық. Заказы, сіздің алдында заказдарыңызды былай қарап шығуға болады. Мен, например, осындай заказ бердім, осындай заказ бердім, да? Сөйтіп ақшасында, несінде бәрін қарауға болады. Бүгін мен осындай заказ алып келдім. Осылай. Сіздердің өздеріңіз заказдарыңызда көрініп тұрады. Одан кейін уведомление, сіздің артыңыздан тіркелген адамды, тағы да қандай заттар. Мына жерде көп ақпаратты алуға болады. Мой бизнес дегенде, Faberlic клуб, осылай басып, өзіңізге керек заттар информацияны қарап аласыз. Вот.
осыны өзіңізге жүктеп алсаңыз болады. Енді мына заказ қалай бердіңіз? Так, менде корзинада осы затты. Так, қазір мана пенаны қостым. Енді мына жерде 10 жағында үстінде плюс бар. Сол плюсты басып, например, мен порошок қосқым келеді. Артикулын уже білемін да. Вот, добавить деймін. Уже артикул білгесін. Мына жерден осы жерден қосуға да болады да. Үстінен басып, купить деймін, например, да. Мана бірінші көрсеткен бірінші вариант қой, қалай затты қосуға болады. Екінші вариант, мана артикулды білген уақытта артикулдан төлеуге болады. Тағы да көрсетіп жіберейін. Каталоги. Каталогтың ішіне кіргеннен кейін осылай басамыз. Басқаннан кейін, например, маған осы кремдер келеді. Мына жерде төмен жағында сумочка тұр ғой, 3 деп тұр. 3 заттың мына несі шығады. Осы жердің керегінді мына плюс деп басып қосып аласыз. Мынау да керек па, мынаны да қосып аласыз. Одан кейін үстінде корзинаны басамыз. Уже манағы мен түртіп алған зат уже мына корзинаға түсіп тұр. Сосын осыны продолжать оформить деп басып, мына жерде ваш бонус за покупку стрелка көрініп тұр. Мынаны стрелканы басып, ішінде бонуста тұрған заттардың бәрін қосып алуға болады. Не керек? Например, мен шампунь қосқым келеді. Өзіме ұнайтын шампунь осы ботаника сериядан. Мен шампунь қосам, например, бір шампунь деп, 2 шампунь деп подтвердить деп қосып аламыз. Одан кейін осы жерден шығып кеткеннен кейін, так, одан кейін не бар? Каталог керек па? VIP программа, мен өзім VIP консультант болғасын, VIP программадан алдын ала новый жаңа каталогтан өзіме заказ бере аламын. Осы жерде тұрады бәрі де. Распродажа болып жатыр екен, 3 категория. Распродажада не бар екен деп қарап, өзіңізге керек заттарды. Ультра крем для лица и рук дегенде біреуін қосам, например, да, өте керемет крем осы. Өзіме ұнайды. Вот. Подтвердить деп, сөйтіп, оны да қосып алдық. Одан кейін не бар екен? Осылай өзіңізге керек заттарды. Так, полиэтиленовый пакет 5 теңгенікін отказаться деймін, например. Маған пакет керек емес. Сөйтіп отказаться етеміз. Одан кейін тағы не бар екен? Так, сөйтіп өзіңізге керек заттарды осы жерден қосып аласыз. Пробник керек па? Пробникке кіреміз, өзіңізге керек пробниктерді қосып аламыз. Тағы да каталог керек па? Печатный продукцияның ішінде каталог болу керек. Осылай керек заттардың бәрін қосып алғаннан кейін қайтадан далее дегенді басып, осы жерде утвердить деп басамыз. Мына жерде сонда каталогтың емес, уже төлейтін баға шығып тұрады. Өзіңіздің неше балға шықты, соны көрініп тұрады. И мына утвердить дегенді басасыз, например. Мен қазір утверждать етпеймін енді, өйткені мен сіздерге көрсету үшін осы заказды жинадым. Одан кейін 3 точканы басқаннан кейін мына жерде корзина тұр. И корзина тұрады, сосын мына жерде кошелек тұрады. Кошелек болса, ол төленіп кетеді. А менде қазір корзина. Я удалить хочу. Вот. Сөйтіп, осы приложение арқылы заказды да беруге болады. Соны сіздерге айтқым келеді.